Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осенний салат дайындайтын боламыз. Осылай ірі-ірі қылып турап, өте әдемі болып көрінеді дастарханда, дәмі де керемет. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Өте оңай дайындалады. Барлығын осылай домалақтап турап аласыздар. Бізге пияз, чеснок, баклажан, болгарский, сәбіз және де помидор, укроп, чеснок қажет. Барлығын осылай алдын ала дайындап аласыздар. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып дайындайтын боламыз. Майымыз кішкене қызғаннан кейін осылай пияздарымызды салып шығатын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей рет-ретімен сала беретін боласыздар. Пиязымыз кішкене ғана қуырылуы қажет. Орташа отта осылай астын жағып қоясыздар. Енді сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізіміздің барлығын салып алдық. Енді одан соң баклажандарымызды саламыз. Бұны ешқандай араластырудың қажеті жоқ. Тек қана осылай рет-ретімен салып шығасыздар. Қызыл болгарскийлерімізді салдық. Жасыл түрінде салсаңыздар болады. Барлық шетін жауып салып шығатын боламыз. Болгарскийлерімізді салып болдық. Енді үстінен помидорларымызды қойып шығатын боламыз. Өте оңай дайындалады. Осылай рет-ретімен қойып шықсақ болды. Баяу отта 40 минут пісіресіздер. Енді 20 минут қайнатып болғаннан кейін осы дәміне қарай тұз, ащы бұрыш, чеснок, укроптарымызды салатын боламыз. Ащы қосу өз қалауларыңыз бойынша. Мен біреуін қостым, кішкене қышқыл болып, өте дәмді болды. Ащырек болған қаласаңыздар, одан да көп қоссаңыздар болады. Енді укроп чесногымызды салдық. Осы бетін кішкене ғана араластырып алсаңыздар болады. Барлығын қосып есептегенде 40 минут қана қайнатасыздар. Ең баяу отта бізде езіліп кетпей, бүтін болып, өте әдемі болып пісуі қажет. Осылай тұзы бар жерлерін кішкене ғана араластырсаңыздар жеткілікті. Бетін тығыз қылып жауып, 40 минут қайнататын боламыз. Осылай өте әдемі болып шығады. Біздің салатымыз дайын. Енді банкамызды, крышкамызды қайнатып булап алдық. Осылай салатымызды араластырмай, жай ғана кішкене шетін ашып, рет-ретімен осылай сала бересіздер. Бүтін болып, өте әдемі болып шығады. Дәмі керемет болып. Видеоны аса сіздерде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Күнделікті осы қыс мезгіліне арналған салаттардың түр-түрін таба аласыздар. Біздің салатымыз дайын, өте әдемі болып шықты, дәмі де керемет болып. Баршаларыңызға ас болсын. Өте дәмді болды.